Бәріне сәлем, бүгін мен репрессивті промоторлар тақырыбында сабақ түсіндіремін. Репрессивті промоторлар дегеніміз жасуша физиологиясын зерттеуге арналған құрал. Репрессиялық промоторлар жасуша физиологиясын зерттеу үшін гендердің әсіресе жасушаның өміршеңдігіне әсер ететін экспрессиясын басу үшін пайдалы құрал болып табылады. Промоторлар РНК полимеразы және транскрипция факторларының байланысуын бақылайды. Промотор аймағы мақсатты геннің транскрипциясын ынталандырып, ол ген экспрессияның уақытын анықтайды және негізінен өндірілетін рекомбинантты ақуыздың мөлшерін анықтайды. Репрессивті промоторлар негізінен екіге бөлінеді. Бұл позитивті және негативті. Менің сол жағында солардың схемалары көрсетілген. Үстінде позитивті промотор, астында репрессивті негативті промотор. Позитивті репрессивті транскрипцияны қоса алғанда ақуызбен байланысқан активатор. Репрессор активатор протеиннің байланыстырғанда активатор ақуызы промоторлар тізбегін бұдан былай байланыстыра алмайды және транскрипция өшіріледі. Теріс репрессивті репрессорлық ақуыз бар, бірақ промоторлар тізбегін байланыстыра алмайды және транскрипция қосылы. Репрессор ақуызы басқа репрессор ақуызымен байланысқаннан кейін ол оператормен байланыса алады. Содан кейін байланысты репрессор транскрипциясын болдырмайды, яғни транскрипция енді өшірулі. Эукариоттық жасушаларда промотордың үш түрі болады. Біріншісі негізгі, екіншісі проксимальды және үшіншісі дистальды. Негізгі промотор аймағы бастапқы кодонға ең жақын орналасқан және құрамындағы РНК полимеразын байланыстыру тата қорапшасы және транскрипциясын бастау орны, яғни TSS бар. РНК полимеразы осы негізгі промотор аймағымен тұрақты байланысады және шаблон тізбегінің транскрипциясын бастауға болады. Тата қорапшасы бұл жалпы транскрипция факторы ақуыздары мен гистондары байланыса алатын негізгі промотор аймағындағы ДНК тізбегі. Негізгі промотордан әрі қарай жоғарыда сіз көптеген бастапқы реттеуші элементтерді қамтитын проксимальды промоторды табасыз. Проксимальды промотор TSS-тен 250 жұпқа жуық жоғарыдағы орналасқан және жалпы транскрипция факторларының байланысатын жері болып табылады. Дистальды промотор аймағының терминалдық бөлігі деп аталады. Ол промотордың жоғары ағынында орналасқан. Дистальды промоторда сонымен қатар транскрипция факторын байланыстыру орындары да бар, бірақ негізінен реттеуші элементтерін қамтиды. Ал прокариоттық жасушаларда бұлар үшке бөлінеді, бірақ олар өзгеше болады. Біріншісі бұл тата бокс, екіншісі бұл минус 35 элемент және үшіншісі бұл оператор. Прибну қорапшасы немесе тата қорабы промотордағы нуклеотидтер тізбегі әдетте транскрипциясының басынан шамамен минус 10 позицияда орналасады. Оның сақталған TAT тізбегі бар және танылған РНК полимеразы болып табылады. Прибну қорапшасы транскрипцияның басталу нүктесін анықтайды. Минус 35 элементі прибну қорапшасының жоғарғы ағында шамамен 35 нуклеотидте орналасқан және сақталған TTGACA тізбегін қамтиды. Оператор бұл репрессорлар байланысатын промотордың жанында орналасқан ДНК аймағы. Репрессорлар РНК полимеразының промотормен байланысуын блоктайды. Бұл ген транскрипциясының басылуына келеді. Ал енді химиялық репрессивті промоторлардың жұмыс принципін түсіндіріп кетейік. Химиялық репрессивті промоторлардың жұмыс істеу принципі бірнеше типке бөлінеді. Қазір біз әрқайсына тоқталып түсіндіріп кетеміз. TET-OFF принципінің жұмыс істеу принципін түсіндіріп кетейік. TET-OFF жүйесінің жұмыс істеу принципі келесідей. Бірінші промотор TET-OFF химиялық репрессивті промотордың транскрипция факторлары мен РНК полимеразыны байланыстыратын негізгі промотор элементі болып табылатын негізгі промоторды қамтиды. Екінші TET-R репрессоры. TET-R репрессоры промотормен байланысатын және оның белсенділігін басатын ген транскрипциясын болдырмайтын ақуыз. Досиклицин болмаған жағдайда TEP репрессоры промотормен байланысады және РНК полимеразының промоторға кіруін блоктайтын кешен түседі, осылайша транскрипцияны басады. Және соңғы үшіншісі, доксиклицинді TET-R репрессормен байланыстырғаннан кейін промоторды блоктамайтын кешен түсіліп геннің транскрипциясы белсендіріледі. Ал енді коммейт ауыстырғыштың жұмыс принципін түсіндіріп кетемін. Басқа сөзбен коммейт переключателі. Коммейт қосқышының жұмыс принципі келесідей. Бірінші, коммейт промоторы негізгі промотордан тұрады. Ол базальды промотор белсенділігін қамтамасыз етеді және транскрипция факторлары мен РНК полимеразасымен байланысады. Екінші,
коммит болмаған жағдайда SIM-R репрессоры промотормен байланысады және РНК полимеразының промоторға кіруін блоктайтын және ген транскрипциясын басатын кешен құрайды. Және үшінші ең соңғы репрессия бұзылып ген транскрипциясын белсендірілуге мүмкіндік береді.